Болған оқиға ізімен. Әке, анам қайда? Деп 5 жастағы Батыр әкесінің жылы қойнында жатып, қайта-қайта сұрады. Бұл сұрақтың жауабын білсе де, күнде ұйықтар алдында осылай сұрауды әдетке айналдырған. Шашын ақ шала бастаған Жүсіп те ерінбейді. Күндегі жауабын сыбырлай қайталайды. Анаң аспанда, балам. Неге келмейді? Әлде бізге ренжіп қалды ма? Дейді анасын сағынған бала жүрек. Ол аспаннан бізге қарап тұр. Әне, деп Жүсіп үйдің ескі төбесіне саусағын шошайтты. Батыр әкесінің бұл сөзіне сенер-сенбесін білмей ұзақ жатты. Анасының кішкентай кездегі бір ғана бейнесі көз алдында. Ойнап-ойнап үйге кірген кезде қолың тоңдау балам деп бұның қолғабын шешіп, қолын жып-жылы саусақтарымен ұстап, аузымен үрлеп жылтатын. Сөйтіп, баласын құшағына басып ұзақ отыратын. Сап-сау ойнап күліп жүрген шешесі бір күнде тоққа түсіп қайтыс болды. Далада тұрған жарық өлшейтін құрылғыны қосам деп жатып арандаған. Далаға жаям деп алып шыққан кірлері жайылмаған күйі жан-жақта шашылып, тоқтың күшімен бірнеше метрге допша ұшып кетіп, қап-қара боп күйіп жатқан жерінен табылды қайран шеше. Ақтық сөзін де айтып үлгермеді. Бірнеше секунд ішінде бұл дүниені жалпағынан басып жүрген пенде о дүниеге аттанып жалғыз баласы анасыз аңырап қалды. Батырды сол күні балабақшадан күндегідей анасы әкеткен жоқ. Көршісі келген. Тәрбиешіге мән-жайды түсіндіріп баланы үйіне қарай апарды. Қарағұрым халық. Бір түрлі бәрі көңілсіз. Екі иығы салбырап, әрі-сәрі күйде отырған әкесін көрді Батыр. Анам қайда? Деді бала. Әкесі үндемеді. Біраздан соң бізді тастап кетіп қалды, деді Жүсіп. Батыр өкіріп жылады. Бұл жолы оны ешкім жұбатқан жоқ. Содан бері анасын көрмеді. Содан бері анасыз. Батыр мен жалғызбасты Жүсіп ауылда ұзақ тұрақтай алған жоқ. Екі қолға бір күрек іздеп қалаға келген. Еркек кіндікті деп баласын жанынан тастамай, не жұмыс істесе сол жұмысқа алып барып жүрді. Күзетші болды, құрылысшы болды, базарда жүк тасығыш болды, істемеген жұмысы жоқ. Соның бәрінде жанында құлдыраңдап Батыр жүретін. Батыр жоқшылықты, қиыншылықты көріп өсті. Әйелі қайтыс болғалы Жүсіп жұмыстан соң ащы судан ұрттайтын әдет шығарды. Күйіп барам балам. Жарық құрылғысын ашып тастап кеткен мен едім. Бәріне мен кінәлімін. Неге бұлай болды деп Батырды құшақтап, еңкілдеп жылайтын. Әкесінің аузынан жағымсыз иіс бұрқ ететін. Батыр жеркеніп, әкесінің құшағынан сытылып шығып, алақандай бөлменің бір бұрышына бүрісіп жата кететін. Жүсіп салынып ішкен жоқ. Таң ата салысымен түк болмағандай, үйді таптаза етіп жинап, баласын ертіп алып жұмысқа баратын. Біреуден ілгері, біреуден кем болып жүріп баласын да жеткізді. Батыр үлкен азамат болып өсіп, үйленетін жасқа да жетті. Тапқан таянғандарын жиып, әкесі екеуі шағын үй салды. Жылдар бойы пәтер жағалап, баспана азабын тартқан екеу, мыжырайған кішкентай үйдің босағасын аттағанда қатты қуанды. Өз үйім тәуба, деді. Батыр әкесімен бірге жұмыста жүріп оқи алмады. Мектеп бітіргені болмаса, не колледжге, не университетке тапсыру мақсаты да болмады. Әкесі де оқып ал демепті. Екеулеп жүріп, әртүрлі жұмыстар істеп, таңда кетіп, кешке әйтеуір үйлеріне напақа тауып келетін. Сөйтіп күндер өте берді. Бір күні әкесі жұмыстан соң үйге келіп, кешкі ас ішіп отырғанда жөткірініп сөз бастады. Балам, ес білгелі қасымдасың. Жақсылықты да, жамандықты да. Сен екеуміз бірге көріп келеміз. Сені жеткізем деп анаңнан соң әйел затына жолаған емеспін. Міне, сен де ер жеттің. Әр пәтерді бір тоздырған кезде артта қалды. Өз баспанамыз бар. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Бұл үйге келін керек. Үйді үй етіп ұстап отыратын әйел заты керек. Қартайған шағымда әйел іздеп, елге күлкі болар жайым жоқ. Сен енді жүре бермей үйлен, деді Жүсіп. Батырдың көздеп жүрген қызы жоқ. Сол әңгімеден кейін жан-жағына қарап қыз іздей бастады. Қызды базардан тапты. Батыр базардың сыртында құлаққап сатып тұрғанда Айманға көзі бірден түсті. Көзі өткір екен. Құлаққапты арзанға берсеңші, деді қыз Батырға бұрыннан таныс адамша. Жігіт Айманның жанарына қарап іркіліп қалды. Бейтаныс қыз бұны өзіне магнитше тартты. Телефон нөміріңді қалдырсаң, осы құлаққапты тегін берейін, деді Батыр. Не? Ха-ха-ха. Айман ақтарыла күлді. Рас, деді Батыр, суықтан үсте бастаған саусағын бір-біріне үйкелеп. Атым Айман, телефон нөмірім мынау, басым бос, деді қыз өтірік шыны белгісіз. Батыр құлаққапты берді де қыз ұсынған бір тілім қағазды бүктеп сол жақ қалтасына сүңгітті. Кеш батқанша әлгі қыздың ашық жарқын жүзі көз алдынан кетпеді. Кеш батып, арба сүйреп болдырған Жүсіп пен суықта құлаққап сатып әбден тоңған Батыр автобусқа мініп, қала сыртындағы үйлеріне қайтты. Батырдың көңілі далада.
Айман. Жігіт тамақ шайын асығыс ішіп, үйге сыймай есік алдына шығып кетті. Күс басқан саусақтармен әлгі қағазды қалтасынан алып телефонын терей бастады. Көп күттірген жоқ. Ар жақтан шыққан «Алло» деген дауысты бірден таныды. Айман, бұл мен ғой, базардағы жігіт, деді Батыр. Иә, тыңдап тұрмын, деді қыз. Сені кездесуге шақырсам қалай қарайсың? Ертең кешке боспын, деді қыз. Сағат кешкі 8-де саябаққа кел. Сол жерден кездесіп әрі қарай бір жерге тамақтануға кірерміз, деді Батыр. Келесі күні Батыр күнді әрең батырды. Сағат тілі 8-ді соққанда жігіт бір тал раушан гүлін қолына қысып ұстап саябақтың қақ алдында тұрды. Айман кешіккен жоқ. Ширақ қимылдап, Батырды жазбай танып, күлімсіреп келе жатты. Жігіттің жанына жетті де, бетінен шөп еткізіп сүйіп алды. Батырдың екі беті ду етіп сасқалақтап қалды. Айман шынында да ашық мінезді жан екен. Кездесу бойы ауыз жаппай сөйлеп, арасында жарқылдап күліп алады. Өзімен түйдей құрдас болып шықты. Ата-анасы ерте қайтыс болған. Бұл әжесінің қолында тәрбиеленген екен. Айман да Батыр секілді жалғыз бала. Тағдырлас қос молықтың әңгімелері тез жарасты. Батырдың болмысы тұйық. Айман болса, аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл, ашық мінезді. Екеуі ұзақ жүрген жоқ. Бір айдай қыз-жігіт болып сөйлесті. Бір айдан соң Батыр қызы үйіне алып келмекке бекінді. Жүсіп, балам, тым асығыстық жасап жатқан жоқсың ба? Кеше танысқан қызды бүгін әкелем дегенің қай сасқаның? Жан-жақты саралап көрмедің бе? деген. Әке, мен бұл қызға сенімдімін, деп қысқа қайырды Батыр. Айман Батырды үйіне әкелген жоқ. Әжем ауырып жатыр. Батасын берді, тегіңді тапсаң кете бер, деді, деп сендірді. Батыр Айманды үйіне ертіп келді. Әкесімен таныстырды. Жөн сұрасқан соң Айман үйде қалатын болды. Ел қатарлы той болмады. Айман ақ көйлек киіп қалыңдық атанған жоқ. Жағдайыңды көріп тұрмын. Менің де жағдайым жетісіп тұрғаны шамалы. Тек бір шартым бар. Неке қияйық заңды түрде, деді Айман. Бұл сөзге бәрі келісті. Арада жылдар өтті. Басында бәрі жақсы болған. Соңғы кездері Айман біртүрлі өзгеріп бастады. Кейін балалы болсақ, мына үй бәрімізге тарлық етпей ме? Деді бір күні әйел. Алдымен балалы болайық та, сосын көрерміз, деді Батыр. Әкеңді айтам да, соңғы кезде мазасыз болып жүр, байқайсың ба? Сен жұмысқа кеткенде кіріп шығып, біресе шай, біресе тамақ деп мазамды алып жібереді. Қартайып келе жатыр ма? Деді Айман. Батыр шоқ басқандай ыршып түсті. Әкесі денсаулығы нашарлап, базардағы жұмысын тастаған болатын. Әкемнің қартайып келе жатқаны рас, шай тамақ десе ұшып тұрып дайындай сал. Ақыры үйде істейтін басқа тірлігің жоқ. Ақша десең ақшаңды тауып әкеліп жатырмын ғой. Әкемде нең бар сенің? Деді Батыр. Жай айтқаным ғой, сонша ашуланғаның не? Деп мүләйімсіді Айман. Бұл Айман бастаған соғыстың басы еді. Келіннің алысқаны атасы болды. Жалғасы келесі бөлімде.